Қайырлы күн. Мен бүгін сүтті қыздан бенто тортын әзірледім. Рецептісін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ауызда еритін өте дәмді болып шығады. Алдымен шұңғыл табамызды алып, оған бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Және 2 жұмыртқа қосып, сгущенкамызды қосамыз. Яғни менде бұнда бенто торт кішілеу торт болғаннан кейін мен тек қана бір сгущенка қостым, негізі 1,5, 2 қылып қоссаңыздар болады. Сгущенкаға қарай торттарыңыз биік, үлкендеу болады. Бұның барлығын әбден миксермен шайқаймыз. Оған разрыхитель мен ұнды қосып, тағы да крем сияқты қоймалжың әдемі масса болғанша миксерлейміз. Дайын массамызды пергамент қағазымызға өстіп мен секілді табанның көмегімен істеңіздер, немесе кішілеу таба болмаса, тарелканың өлшемімен карандашпен сызып қойсаңыздар болады. Осылай теңдей бөліктерге бөліп, 180 градуста пеште пісіріп аласыздар. Мен тестамнан 5 корж дайын болды, 5 корж пісіріп әзірледім. Енді кремді әзірлеу үшін бізге сливки керек, және творожный сыр, сахарная пудра керек болады. Соның барлығын араластырып, кремін әзірлейміз. Керек заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын. Дайын болған кремімізді керекті ыдысымызға, яғни тарелка болсын, басқа ыдыс болса да, астына мен крем жаққан себебім торт қозғалып кетпесін дедім. Және өстіп бірінің үстіне крем жаға отырып, осылай тортымызды құрастырамыз. Мен бұл жерде кремді қасықпен ғана жаға салдым. Сіздерге қалай ыңғайлы, кондитерский мешокпен болса, солай жасай беріңіздер. Енді тортым дайын болды. Өзім әсемдеп, әрлеп, дастарханға ұсындым. Сіздерге де жасап беруге кеңес беремін. Өте дәмді, ауызда еритін сүтті қыз бәлішін пісіріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.